Так, мына ноутбукқа не болып қалды өзі? Майнкрафттан видео түсірейін десең осындай өзі деген. Свет өшіп далаға шығайық. Так. Қалайсыңдар достар, сіздермен дулат достар, бүгінгі видеомызда біз көріп тұрғандарыңызбен осы қазір егінме бар атым, егін суғаруға, сол егін суын көрейін дегім. Су қойдық екен достар. Бүгін негізі егін жинайтын күн еді, жарайды, бірақ қазір су жоқ болғаны сәл біртүрлі екен. Даже мыналар өспей қалған, мына кеуіп кеткен ғой. Давай қазір бізге су керек отыр, онда қазір суға келе салайық барып. Бізге қазір шелек керек, бізге шелек әрине. Бірінші киімімізді киіп алайық. Дала кішкене суықты, көктем болып жатса да, осылай крипердің берген киімін киіп ала салайық бізге. Және де бізге енді бізде шелек жоқ болған екен, өткенде шахтадан мен достар осындай 12 желез алып келгем. Осы 12 железді қазір біз шелек айналдыратын боламыз. Сіздер арнаға тіркеліп, достар, арнаға тіркеліп, мені достар 1000 жазылушыға жетті тұрсаңыздар. Достар, так, мен арғы видеоны жалғастыра берейін. Лайк басып отырыңыздар достар. Так, бізге енді екі шелек, на всякий случай екі шелек керек. Чоза, не мынау? Бірден көріп қалдым. Жарайды. Короче, осындай екі шелек алайық. Екі шелек алайық. Бір мынау алмаз деппін ғой. Желездерді үйге қарай апарса қайтын. Так, все, 6 желез қалды. Енді бізге барып қазір тау не жақтан, өзен жақтан бізге суға келу керек. Так, чоза дауыс шықты достар. Естіп тұрсыздар ма? Естіңіздер ме сіздер же? Чоза бір дауыс, давай барып көрейік кән. Чоза бір дауыс шықты кән. Анаяқтан шықты чоза. Так, барып көрші кән. Не болып жатыр екен? Так, примерно дауыс осы жақтан шыққан сияқты. Чоза достар, қараңыздар, әнері бірдеңе өртеніп жатыр. Так, барып көрейік. Достар, мынау жалмауыз кемпірдің үйі емес. Тұр. Емай, талып қалған ба? Тұрсашы, емай, тұр. Міне тұрдым ба? Чота мен не болып қалды, жалмауыз кемпір? Мен қазір тұра алмай жатырмын. Үйімдің заттарын алып шықшы, үйімдегі заттарды. Все, давай, үйімдегі заттарды ма қалай алсақ болады, достар? Чоза, жалмауыз кемпірдің үйі жарылып өткен ба? Не болған, достар? Орманның ішінде. Ё-моё, бұл да бір. Так, бізге үйдің үстіне шығу керек. Даже үйдеген жанып кеткен ба, не болған? Мынаны тез сындырып алайық, бізге осы керек. Құлап кеттік қой, ё-моё, жарайды енді. Осы хотя лабораториясын абалдық. Чо там тұрсашы, ё-моё. Все, қазір тұрам. Чо там сен, не болып қалды? Айтшы, ё-моё, мұрын деген билеп жатыр ғой. Не болып қалды саған? Короче, Дулат, мен, осындай. Сен лабораторияны алып шықтың ба? Лабораторияны алып шықтым, мынау ма? Осыны, осыны дәріс деп отқан едім. Білмеймін, мұрныма шығып кеттім, бәле болды. Сөйтті, жарылды мынау деген. Сөйтіп, осы жаққа ұшып кеттім, ана үйдің бәрі жанып кетті, оянсам. Ё-моё, сен келген жақсы болды. Мен, оған саған келген жоқпын. Давай, сулар өшіріптен, ё-моё, үйің полный жанып кеткен тұр ғой сенің. Суларды өшіріп салайық. Так. Саған айтып берем, пратор жалмауыз кемпір. Ой, не болып жатыр, достар, мына. Так, все болды. Все. Мына өшпейді ғой. Так, менде мынандай жағдай болды. Үйде, су бітіп қалды, неде өзі? Огородта су бітіп қалды. Одан кейін осы айға келіп, саған келіп қалсам, уже сен деген қуып атсың ғой, кәдімгідей. Мына деген жарылып. Бір дауыс шықты, пақ еткен дауыс шықты. Естің ғой, ауылға жеткен жақсы болды ғой. Ё-моё, сен көмегің маған жақсы деді. Енді не істейтін болдың, сен үйіңді тұра алмайсың ғой, үйің деген жанып кетті. Енді білмеймін, ё-моё, қайықта тұратынымда мен осы далада қалам ба деп қоям. Қорқам мен негізі. Түнде зомбилар мен дос болса да зомбилар мен жеп кетсе қарындары ашып қиын болады маған. Жарайды. Так, достар, мынаны үйге тұрғызсақ, қазір түнде бізді бәле қылып тастаса бәле ғой. Кішкене қорқасың бұдан да, бірақ давай саған ауылға үй соғып берсем қалай? Давай, жүріп кеттік. Ё-моё, жақсы болды. Мен саған заттарын берем креативтен. Байт, креативтен заттарын бересің бе? Ағаштарын берем. Все, онда давай кеттік, онда ауылға барайық. Мен қазір суға болсаң, давай, мен өзім ауылға бара берем. Нормально жүре аласың ба? Өзім жүре аламын, смело ғой. Давай, менен алып келе салың, онда мен. Все, ауылға келесің ғой? Давай. Так, все, давай, қазір келе бер өзің ауылға. Так, так, мұны соңғы жер қалды, осы жерді бітір салайық. Чоза, сен кеп қалды ма не уже? Кеп қалдым, смело кеп қара салам ғой мен. Давай, мен саған үй соғып берейін, сен маған креативтің заттарын берсе, мұрны неге билеп жатыр сенің өзі?
Әшейін білмеймін не үшін екен бағана бір дәрі тиіп кетті ма бәле болды короче. Сондай десе дәу мұрны. Дәу мұрын демей мен шетелдердің мұрнынан кішкентай мен мұрным. Жарайды жақсы онда давай маған заттар берші. Тез үйдің артынан мысалы үйім артынан соғып берсем қалай? Жақсы давай. Давай маған заттарын берші онда. Все мә оны ала ғой. Короче осы заттар жетуі мүмкін, осы заттармен маған үй соғып берсең болды. Все онда ауылда мен саған қазір төсек жоқ шығар төсек енді білмеймін төсек тауып бере саласың ба? Смело ғой, мен екінші үйімде короче төсек бар, саған соны бере саламын ба? Все рахмет саған. Так онда давай мен қазір үйдің артынан соға берейін, сен қайға барасың? Осы жерден таба беремін, смело тұра беремін, не аламын сені қарап тұрып. Все жарайды онда. Үй соғып қойғаннан кейін саған айтатын боламын ғой. Все давай. Так достар, сіздер арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Мен қазір жерге соғып берсем, давайте достар ана жерге соғып берсек қалай? Мына жерге өте әдемі болатын сияқты. Так бізге давайте біз деген осы жерден былайынан қояйық. 2 3 3 2 3 все. Енді бізге осы жерге 2 3 енді бізге осылай 2 3 все. Енді бізге үйдің енді үстін соғу керек енді бізге. Қой онда біз үйдің үстін соқтай салайық онда былайынан газ. Так все болды, мына жерде былайынан қойдым. Все болды, заттардың бәрін қойдым. Уже міне зат деген бітіп қалды. Бізде не бар? Осындай горшок қоя салайық енді бізге әдемі болу үшін. Ема кеп қалдың ба не? Кеп қалдың, ема-ё, үйді деген зыңып қойыпсың ғой. Тура сенің ормандағы үйің сияқты болды ма? Айнымайды, ема, қақтан қарап соқтың? Әрине интернеттен қарап соғам мен деген. Жоқ, өзім ойлап соқтың. Білем ғой, білем. Все, жарайды онда. Все, маған не бересің айтпақшы сенің орның? Саған бірдеңе берем дедім ба не? Сен сонда бергім деп тұрған жоқ па не? Ойнап айтайын, берем ғой. Қазір саған көрсетем ғой мен бермесең. Так, что там мынаны қараса іліндіріп әдемі сияқты қойдың ба? Зор. Давай, не керек соған айтшы маған, любой нәрсені берем. Алмаз ба? 10 алмаз, 1000 алмаз, миллион алмаз бере саламын мен саған. Маған миллион ештеңе керек емес. Так, маған. Сен маған креатив бере аласың ба? Креатив, смело, ала ғой енді. Байт, сен қаласың да? Сен шынымен бердің маған? Смело берем. Сен любой уақытта алып қойылым. Алма маған подарка бер. Все, давай алшы. Саған бердім миллион. Күнге жете береді бұл деген. Мына үйіңе рахмет сен дулат. Ё-мое, сен болмасаң мен деген далада қалатын едім. Ё-мое, рахмет саған. Все жақсы маған түгеміз. Іштен кіріп көресің ба? Ішінде короче бер кірген жерінде қол жуатын типа андай осындай бір лаборатория істейтін жер бар. Және де осындай бір зелелер бар. Және де төсек бар. Все сандық бар және де. Все, рахмет, давай, дулат, короче. Давай, жақсы онда. Так, достар, бүгінгі видео ұнаса лайк және подписка, достар. Сіздерге қазір қайтадан барып күннің үйін қайтадан таныстыратын боламын бәрін. Сіздер достар бүгінгі видео ұнаса лайк және подписка тіркеліп отырыңыздар достар. Так, біз қайтадан ұшып барсақ. Короче, кім мен көрме ұшып жүрген? Ман зор ғой. Короче, сен үйіңді мен подписчиктеріме таныстырып жүргім келіп тұр. Все, давай таныстырып жүрсеш. Мен подписчиктеріме не деп айтқым келіп тұр? Короче, дулатты 1000 подписчик еткізіп 1000 подписчик еткізбесеңдер мен сендерді выживание қылып жіберетін боламын. Бай, көрдіңдер достар, сіздер выживание қылып жібереді. Егер сендер не болмасаңдар, сіздер маған тіркелмесеңіздер достар. Давайте қараңыздар, үй деген осындай ілініп тұрған саты бар достар. Және де осындай 2 этажный десек болады. 2 этажный. Астына не соғасың сен? Короче, астына машина кіргізіп қоймын. Сен машина жоқ қой, сенде қуады екенсің ғой. Короче, машина қаладан әкелесің ғой, сен қалаға кіргізбейді ғой. Сен жіберем ғой, мен саған креатив берем, сен машина алып келесің ғой. Рахмет, жақсы. Все, менде креатив бар ғой, айтпақшы өзіне ке боламын да. Қой қаларым қазір креативіңді. Жарайды, жақсы онда. Так, сіздерге достар, мен үйдің ішін көрсетіп жіберейін. Сіздерге осындай гүл бар, және де бізде осындай шатыр бар. Үйдің ішіне келетін болса, осындай бір сүйектің суреті бар, және де осындай лаборатория жасайтын осындай зелелер бар. Осындай пеш, және де осындай бір заттар. Все, есігін жауып қоя салайық. Кілті өзінде тұрады, енді өзің құлтап қоя саласың сиқырмен, Все, міне достар, бүгінгі видео ұнаса лайк и тіркеліп кетіңіздер достар. Сіздермен болған Дулат достар.